Ал жаңа шығарманы қабыл алыңыздар. Көңілдеріңізден шығар деген үміттемін. Бір бөлім. Жуынатын бөлмеден шығып келе жатырған Ақжанға жолдасы. Манадан бері телефоныңа тыныштық жоқ. Аслан звондап жатыр. Алайын ба деді. Кім Аслан, 7 түнде ме, кім болса да ала бермедің бе деп дауыстады. Телефонды құлағына қыстырып, жолдасы жатын бөлмеден бері шықты. Рас па, жақсы жаңалық екен. Қазір жеңгеңе айтайын. Апаңа ма, жақсы, айтамыз ғой деп даурығып келеді. Не болып қалды, даусың жарқын шығып тұр ғой, 7 түнде неге мазалап жатыр екен деп Ақжан кейістік танытты. Не ғой, Аслан, үйленемін, апама айтыңдаршы, жұмыстан келе жатырып, ала келемін дейді. Апасына сен айтасың ба? Неге мен айтуым керек? Өзі неге шешпейді өз мәселесін? Қызық осы бала. Оның апасы бізді тыңдай ма? Кеше кетерінде апам қарсы болып отыр демеп пе еді? Анасы қарсы болса біз қалай көндіреміз? Енеме айтпасам келінмен өзі сөйлесіп көрер деді. Ақжан жолдасынан телефонын алып жатып. Аслан жолдасының немере інісі. Аталары бір туған. Өзі ауылда анасымен, бауырларымен тұрады. Жұмысы вақталық болғасын, жұмысқа барар, келер уақытында осы үйге соғушы еді. Өзінің мінезі қызық. Ашылып әңгіме айтқанын көрмепті. Бірақ өзіне бір түрлі телміріп қарайтынын арасында байқап қалушы еді. Байқаса да еш жамандыққа жорыған емес, әрі оның алдында еш артық іс-әрекет жасамайтын. Таңертеңгі шайда енесіне қоңырау шалды. Қалаға 1-2 күнге қыдырып кеткен болатын. Не болды, келінжан, мені сағынып қалдыңдар ма не деп қалжыңдап жатыр телефонның ар жағында. Апау, ана ауылдағы Аслан балаңыз үйленемін, апама айтыңдаршы, үйленбейсің деп келіспей отыр дейді. Сіз сөйлеспесеңіз, абысын бізді тыңдай ма деді енесіне. Онысы несі, үйленем деген баланың жолын байлап. Өзім звондармын. Өздерің амансыңдар ма деді енесі әңгіменің төркінін өзгертіп. 2 бөлім. Арада 15 күндей уақыт өткен. Ақжан жұмыста отыр еді, енесі хабарласты. Ауылдағы қайсар балам звондады, ана Аслан келіншек алып келе жатыр екен. Осында әкелеміз дейді. Сен ертерек шығаласың ба? Дастарханға қоятындарыңды ала келсейші, мен тамақ сала берейін деді. Жұмыстан соң арқаланып Ақжан үйіне жетті. Келсе енесі тамағын салып, нанын жайып қойыпты. Апау, ауылдағы абысымен сөйлесіп пе едіңіз? Алдындағыдан соң сұрауды ұмытып кетіппін. Өзіңізде ештеңе демедіңіз ғой. Сөйлескем, мыңғырлап отыр ғой, той жасауға жағдайымыз жоқ деп. Ағайын туыс бар, бір мәнісі болар, баланың бетін қақпа дегем, ештеңе деген жоқ. Оны тыңдап жатқан бала бар ма, әкелем дегесін алып келе жатыр ғой. Үйленгені жақсы емес пе, қашанғы жүре береді. Өзіміз деген ағайындарға хабарласып қойған екен, қонақтар жайлап жинала бастады. Күткен келінді келді. Ақ орамал жауып ішке кіргізбекші болып еді, кірмеймін деп тұрып алды. Енесі Асланға қарады, Аслан да түсінді-ау деймін. Қорықпа, апа, өз еркімен келе жатыр, келісіп сөйлесіп қойғанбыз. Жақындағанда ұялып келе жатырмын деген. Кірсеңші енді деп қыздың қолынан тартып ішке кіргізді. Келінді үйге кіргізіп, бәрі мәре-сәре. Шай ішілді, артынан тамақ. Келіннің қай жақтан екені отбасы туралы сұралды. Туыс апасына хабар берілді. 3 бөлім. Ертеңіне ертемен ауылдан Асланның анасы жетті. Келе баласына келесі жылға қалдыр дегенім қайда, тойды қалай жасаймыз деп сөйлеп жатты. Ақжанның енесі келініне басу айтып, тыныштандырды. Үйде қонақ болған соң, Ақжан жұмысынан сұранып алды. Шай үстінде алдағы жоспарлар жөнінде ақылдасты. Енесі Асланның анасына. Қарағым, мен ақша берейін, келінді ертіп шықта, барлық керектерін алып бер. Келін, айналайын, қысылмай қажетіңнің бәрін ал, ауылдан таба алмай жүрерсің. Ақжан, сен де еріп шығасың ба? Өзің апарып қайтасың ба әлде деді. Апау, түстен кейін жұмыста болуым керек еді. Бастық тек түске дейін босатты деді Ақжан. Келінжан, өзім апарамын ғой, сен әуреленбе, жұмысыңа бара бер деді Асланның анасы. Ақжан ас үйде шайдың орнын жинап, ыдыс жуып тұрған. Артынан келіп біреу құшақтай алды. Мұндайды күтпеген ол шошып кетті. Жалт қараса Аслан қолын қағып жіберді. Жеңге, шошымашы.
Саған бірдеңе айтайыншы. Мен сені жақсы көремін. Сені ұмыту үшін үйленіп жатырмын. Бірақ мен оны сүймеймін, сені ғана өмір бойы жақсы көріп өтемін деп қарап тұр. Қой қарағым, бұл не дегенің, мен сенің жеңгеңмін. Байы, баласы бар қатынмын. Ондай әңгімеңді енді естімейін деп Асланға қабақ түйе қарады. Аслан ас үйден шыға жөнелді. Асланнан мұндай қылықты күтпеген Ақжан бір түрлі болып қалды. Жолдасымен енесіне айтар, айтпасын білмей іркіліп қалды. Қой, не болса да ушықтырмайын. Мені дұрыс түсінбей жүрер деп барлығын жылы жауып қоя салды. Бір айдан соң Асланның тойы өтті. Бұрынғыдай жұмысқа барар келер уақытында осында соғып жүрді. Ақжан өзін ештеңе болмағандай, ештеңе естімегендей ұстап жүрді. Бұрынғыдай емес, сәл қаталдау болды. 4 бөлім. Біраз уақыттан соң ауылдағы Асланның анасы енесіне хабарласып, келіні мен баласының жиі кикілжіңдесіп қалатынын, өзара түсінісе алмай жүргендерін жеткізді. Аслан келсе сөйлесулерін, жалпы келіннің жаман бала еместігін айтыпты. Енесі Ақжанға: мен сақалды басыммен қалай сұраймын, мүмкін сен сөйлесіп көрерсің деді. Апау, мен әйел адаммын ғой, одан да ағасы сөйлесін да, еркектер бір-бірімен жақсы тіл табысады ғой деп Ақжан жолдасына ысыра салды. Сөйлесейін, несі бар, інім емес пе, ақыл айту міндетім деп жолдасы бір қомпаңдап қойды. Жұмысынан келе жатып соққан Аслан мен ағасы сөйлесіп көріп еді. Жартып ештеңе демепті. Тек мінезіміз жараспай жүр дегендейді айтыпты. Барлық ақылымды айтып жібердім деп жолдасы бір сөзінде айтып қалды. Бір күні жұмыстан келсе, енесі алдынан атып шықты. Ана ауылдағы жаңа келін кетіп қалыпты. Қашып кетіпті, ешкімге айтпай. Соңғы уақытта Аслан маған сені жақсы көрмеймін, менің жақсы көретін адамым бар, оған қосыламайтын болғасын сені алдым деп жиі айтады. Менің оған шыдап отырғым келмейді. Бастапқыда бірден солай айтқанда мен келіспес едім. Қазір енді онымен бірге өмір сүргім келмейді. Мені артымнан іздеп келмеңдер. Мен бәрібір қайтып келмеймін деп хат жазып кетіпті. Таңертең үйіндегілер ұйықтап жатқанда қалаға шығатын көлікке мініп кетіп қалыпты. Масқара болды қой, мұндайды кім естіген? Ол баланың обалына қалды ғой мына бала. Есі ауысайын деген шығар осының. Қайдағы біреу, тым жақсы баланы алып, осылай қорлай ма екен? Өзімнің қызыма осылай жасаса оңдырмас едім, құдалардың ұят болды-ау деп уһлеп қояды. Ақжан ештеңе деп үн қатпады. Кезіндегі Асланның қылығын айтпағанына шын қуанды. Не дейін апау, Алла балаңызға сана берсін, әлі де ақылға келіп келіншегін алып келер. Қазір қызбалыққа салынып отырған болар екі жақта. Не болса да екеуі бірге 3-4 ай тұрды ғой. Ертең 2-3 күннен соң келіншегін іздеп қалар. Біз араласқанда не болады? Өзара шешімге келмесе деп басу айтты. 5 бөлім. Көңілдеріңізден шығып жатырса, қолдай кетерсіздер. Сенікі дұрыс шығар, өзара келісімге келмесе, байлап қойсаң да тұрмайды ғой. Бірақ екеуімен де ақыл айтып сөйлеспесе, жастар нені түсінер дейсің? Ана келіннен хабар болуы мүмкін. Соңғы уақытта жиі құсып жүрді деп отыр ғой енесі. Егер жаңалығы болса, балаға обал ғой. Әкесіз өседі ғой. Мүмкін сендер сөйлесерсіңдер деп енесі Ақжанға қиыла қарады. Ой, апау, мен не деп ақыл айтамын, үлкендер жағы сөйлескен дұрыс болар деп Ақжан басын алып қашты. Арада біраз уақыт өтсе де Аслан келіншегін іздемеді. Келінге үлкендер барып еді, енді бармаймын деп бас тартыпты. Осы уақытта жасырын нөмермен біреу Ақжанға хабарласатынды шығарды. Алса үндемей тұрып алады. Алмай жауып тастаса да күндіз түні звондап мазасын алуды шығарды. Осы не болса да Аслан болу керек. Есі ауысайын деген бе? Ерсі қылық шығарғаны несі? Мені бір жеңілтек көреме екен. Тіпті оның алдында артық қылық жасағам жоқ қой деп ойланған Ақжан не болса да Асланмен сөйлесіп көрмекші болды. Қырсыққанда Аслан да соңғы уақытта үйге келуді қойды. Ал телефонға жасырын нөмермен хабарласу күшейіп кетті. Соңғы бөлім. Келесі бір соққан қоңырауды алды, тағы үнсіздік, бұл да үндемей күтті. Біраз уақыттан соң, асықпай: Аслан, бұл сен екеніңді білемін. Егер бұлай жалғастыра беретін болсаң, ағаңа, анаңа айтамын. Өзіңді жаман атқа қалдырмайын десең, бұл қылығыңды тез арада доғар. Сені тіпті түсіне алар емеспін.
Мен қылыңдаған жас қыз емеспін. Саған бір үміт беретіндей әрекеттер жасаған кезім болды ма? Осыншама өзгеріп, осыншама қылық жасауыңа жол болсын. Мен баласы мен байы бар келіншекпін. Бұл қоңырауың соңғысы болсын. Арамыздағы сыйластықтың жібі үзілмесін десең, орынсыз әрекетіңді осы жерден тоқтат деп телефон тұтқасын қоя салды. Арада біраз уақыт өткен. Бір күні жұмыстан келсе енесі жылап отыр. Апау, сізге не болған, бәрі аманшылық па, неге жыладыңыз деді, ештеңе түсінбеген Ақжан. Ой, несін сұрайсың, қарағым. Ана Аслан бүгін орынсыз қылық жасапты. Мана анасы хабарласты, көптен бері өзімен өзі болып, ешкіммен сөйлеспей, өзгеше қылық шығарған екен. Одан бүгін қолына жіп алып, енді өмір сүргім келмейді деп, сарайға кіріп бара жатырған жерінен анасы көріп қалыпты. Дереу көршілерін шақырып, айнала ызың-қызың болып, ақырында жедел жәрдем көлігіне салып, қалаға алып кетіпті. Учаскелік дәрігер жүйке аурулары ауруханасына орналастырамын депті. Соған күйініп отырғаным ғой. Тым жақсы жүрген бала, осыншама ессіз қылық жасап, не көрінді екен. Ақжанның тамағына тас тұрып тұрғандай, ләм-мим дей алмады. Тек енесін құшақтап қасына отыра кетті. Әй, Аслан-ай, оның не, ессіз қылық жасап, өз өміріңді қор қылдың ғой деген ой санасын шырмап өтті. Осымен бұл әңгімемде өз мәресіне жетті. Өмірімізде ессіз қылық жасап, опық жеп жүруден сақтасын. Аман болайық.